Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы өзінің 38-ші қара сөзінде ғылым Алланың бір сипаты деп жазады. Расында, ғылым Алланың құдіретін танытатын заманауи мұғжиза. Егер жердің галактикадағы үлесіне қарасаңыз, атомнан миллион есе кіші, кварктың үлесінен 1000 есе кіші екеніне көз жеткізесіз. Бір сәт ақыл жүгіртіп қараңызшы. Галактикадағы мөлтексіз тепе-теңдік, бүкіл әлемдік тартылыс заңы, ғаламның кеңеюі, үлкен жарылыс теориясы, күн жүйесіндегі үйлесімділік, өте ұсақ атомнан бастап аса ірі көлемді планеталарға дейін бір кемшілік байқайсыз ба? Жоқ, бұл мінсіз жүйе. Осындай мінсіз жүйені жоқтан бар қылған құдіретті Алла кемшілік атаулыдан пәк. Адамның санасы ғаламның құпияларын әлі толық түсіне алмайды. Ал ұлы жаратушының болмысын түсіну тіпті ақылға сыймайды. Бірақ соған қарамастан шектелген санамызбен ұлы жаратушыға мекен беру, алты тараппен сипаттау, оны жаратылыстарға ұқсату ең ақылсыз адамдардың ісі. Сәләфизм, уахабизм ақидасын ұстанушылар Аллаға мекен беріп, белгілі бір орынға немесе бағытқа таңып қояды. Құдіретті Аллаға кемшілік сипаттарды береді. Алла аспанда деп кесіп айтады. Бұл тұжырым ғылымға қарама-қайшы. Мысалы, экватордың ұзындығы 40.076 километр құрайды. Ал жер өз өсінің бойымен 24 сағатта толық айналым жасайды. Демек, жердің айналым жылдамдығы сағатына 1670 километр құраса, секундына 28 километр құрайды. Яғни, дәл қазір Алла аспанды деп нұсқап тұрған саусағыңыздың бағыты секундына 28 километр өзгеріп отырады. Одан бөлек, жер күнді сағатына 108.000 километр жылдамдықпен айналса, ал күннің өзі қос жолы галактикасын айнала қозғалады. Демек, саусағыңыздың бағыты нақты қай тарапты нұсқап тұрғанын айта аласыз ба? Жер планетасының пішіні шар тәрізді. Дәл сондай тұжырыммен солтүстік полюстегі адамның аспаны солтүстік бағытты нұсқаса, оңтүстік полюстегі адамның аспаны оңтүстікті нұсқайды. Дәл солай, экватордың екі шетінде орналасқан адамдардың аспаны екі тарапты нұсқайды. Сонымен аспанның нақты қай тарапта екенін қай сәләфи уахаби айта алады? Егер жер планетасы шар тәрізді емес, жазық болғанда ғана бұл тұжырым дұрыс болар еді. Ал ғылым білім дамыған заманда жерді жазық деу барып тұрған надандық болар еді. Бәлкім сіз сенбейтін шығарсыз, бірақ сәләфи уахаби шейхтары расымен де жерді жазық дейді. Демек, сәләфи уахаби ақидасын ғылымға қайшы келеді деуге толық негіз бар. Ал енді жаңағы сәләфи уахабия ағымы, олар жәннат ішіне кіреді. Оның ашығы жәннаттың патологы дейді. Енді Алланы көре алмай патологтың сыртында. Сондықтан Алла тағала оның ішінде болады. Біз айтамыз, Алла тағаланы момындар жәннатта көреді, ешқандай кескін кейіпсіз. Ол ішінде, сыртында деп айтылмайды. Сондықтан ахлі сүннат айтады: «Инналлаха лайса дахилу алам, уала харижил алам». Алла тағала әлемнің ішінде емес, тысында да емес. Бұны көп адам түсінбейді, ішінде емес жарайды, а сыртында емес қалай дейді. Өйткені Алла тағала әлем болмағаны болды. Сондықтан бізге керегі
момынның жәннатқа кірген Алланы көретіндер болды. Ол қалай болады, ол бізге беймәлім. Біз иман келтіруіміз. Жәннатқа кірген момын Алланы көре ме, көрмей ме? Көреді. Міне көрдіңіздер ме, құрметті ағайын? Сондықтан ол жаңағы Құдайды мына жақта деу, ол қателік. Мен ойлаймын негізі мынау. Құдайды аспанда деп жүргендерді, мысалы, бар ма сіздердің араларыңызда? Жалпы жәннатқа да бар ма? Соны ұстап алыңыздар. Ұстап алыңыздар да. Ақша жинап, космосқа ұшырыңыздар. Байқоңыр жаққа. Содан кейін международный космический станция бар ғой. Соған барғаннан кейін сұрау керек Құдайға. Приблизительно осы маңатта деп айтатын шығар. Ол аспанды көрсете алмайды ғой жер бар. Сондықтан жерді плоский дейді ғой. Егер үлкен жер домалақ болса, мынау адамның жерде тұрған адамның аспаны мына жақ. Мына жерде тұрған адамның аспаны мына жақ. Мына жерде тұрған адамның аспаны жақ. Мына жақта тұрған аспаны жақ. Сонда Алланың қайсының аспанында деп айтамыз. Егер мынаның аспанында болса, онда мыналардың астында болады. Дұрыс па? Ойланды, жоқ, жер домалақ болуы мүмкін емес. Жер плоский. Бәріміздің аспанына жақ сонда мен ойлаймын, бұларды ұшыру керек біреу. Дағы тұман біреуін ұшыру керек. Содан кейін барып қысқандау керек. Себебі ғалымдар сұрақ қойған бұлар. Мысалы қараңыздар, мынау Қазақстан. Олар айтады, түннің 1/3 бөлігінде Алла Тағала затымен аспан әлеміне түседі дейді. Хақиқи. Хадисте келіп болды, және солай айтады. Алла Тағала аршының үстінде хақиқи затымен дейді. Жарайды, солай айтады. Енді қараңыздар, түннің 1/3 бөлігіне түскен кезде қай мемлекеттің 1/3 бөлігінде түседі? Қазақстанның түннің 1/3 бөлігі Мысырда әбет болып тұруы мүмкін. Әлі шам намазы оқымаған болды. Жақсы. Қараңыздар, қазір Қазақстан жаңарқада дейді, түннің 1/3 бөлігі. Вахабистер айтады, Алла аспан әлеміне затымен хақиқи түсті дейді. Америкада әбет. Сол моментте Америкада вахабистан сұрасаң, Алла Тағала аршының үстінде хақиқи мен аршының үстінде. Сен де Америкадағы бауырыңыз. Сен аршының үстінде деп атсың, хақиқи. Мынада жігіттер хақиқи аспан әлеміне түсті деп атыр ғой. Бұл сұрақ Аль-Баниге қойған, Насруддин Аль-Бани, вахабизмнің шейхі. Сонда айтқан, ол Алла өзі бірдеңе қылып амалдап тұрады деген. Егер арабша түсінетін болса, ютубта бар ма? Дәл осы сұрақ, сіз не дейсіз? Түннің 1/3 Алла түсетін болса, мысалы Қазақстанда түннің 1/3 бөлігі болса, басқа жерде ондай уақыт емес. Қай мемлекеттің 1/3 бөлігінде түседі? Ал егер әр мемлекеттің 1/3 бөлігін Алла Тағала аспан әлеміне түсетін болса, онда түсіп мініп тұрады. Қай уақытта ашылады? Сол кезде айтқан, Алла өзі бірдеңе қылып амалдап тұрады. Бұл Алла Тағалаға айтылған үлкен ауыр сөз. Сондықтан біз Аллаға иман келтіреміз. Мысалы, Алла қайда деп сұрайды? Бар деп жауап береді. Ахли сүннет мұсылмандары Матуриди ақидасына сәйкес Аллаға мекен бермейді. Алла әуелден бар болды және уақытта, кеңістікте болмады. Ол тумады да, туылмады. Оған ешкім тең келмейді. Алла барлық кемшілік атаулыдан пәк. Бұл біздің ата-бабаларымыздың ақидасы. Абай атамыз өзінің өлеңдерінің бірінде мекен берген, халық қылған, ол ләмәкән түбиесін көксемей бола мекен. Және оған қайтпақсың, оны ойламай, басқа мақсат ақылға тола мекен деп жазады. Ләмәкән мекенсіз деген сөз. Яғни Алла мекенсіз дейді. Мұнан басқа Абайдың 38-ші
қара сөзін оқыңыз. Сондай-ақ Шәкәрім Құдайбердіұлының мұсылман шарты, Ыбырай Алтынсариннің Шариатул Ислам кітаптарын, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының өлеңдерін оқыңыз. Біз ғылым арқылы Алланың болмысын емес, құдіретін танимыз. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو